Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақуыздар молекуласының құрылымы. Сабақта меңгеретініміз ақуыздар және полипептидтер, ақуыздардың біріншілік, екіншілік, үшіншілік және төртіншілік құрылымдар. Біздің сабақта білетініміз осы. Бірінші түсінетініміз онда ақуыздардың пептидтік байланыс. Ақуыздар сіздер білесіздер, нәруыздер деп аталады. Енді сол пептид байланыстар мен ақуыздардың арасында қандай айырмашылық бар? Қайсысы ақуыздар, қайсысы полипептидтер? Соларды қазір түсінетін боламыз. Бірінші мына видеоға қарайық. Пептидтік байланыс дейік. Бір амин қышқылының карбоксил тобы екінші амин қышқылының амин тобымен әрекеттесе алады. Әрекеттесу нәтижесінде түзілетін байланыс пептидтік байланыс деп аталады, және ол екі молекуланы өзара байланыстырады. Амин қышқылдарының бірігу арқылы түзілетін өнімді пептид деп атайды. Нақтырақ атау керек болған жағдайда пептидтің молекуласын құрайтын амин қышқылдары молекулаларының санын санау керек. Егер қосылыс екі амин қышқылынан құралса, онда ол дипептид болып саналады. Егер қосылыс 3 амин қышқылынан тұрса, онда ол трипептид деп аталады, және әрі қарай осындай заңдылық бойынша жалғаса береді. Бұл пептидтік байланыстарды алдыңғы сабақтарда айтқанбыз. Амин қышқылдарының жаңағы бір амин қышқылында карбоксил тобы мен екінші амин қышқылдағы амин тобын байланысу арқылы пептид. Екінші енді полипептидтер мен ақуыздар. Осы видеоға қарайық. Ол жерде қалай пайда болады? Амин қышқылдары бір-бірімен ұзын пептидтік байланыстар түзе отырып байланыса алады. Егер қосылыстағы амин қышқылы молекулаларының саны 100-ден аспаса, ол полипептид ретінде классификацияланады. Алайда өзара байланысқан амин қышқылдары молекулаларының саны одан да көп болса, ол ақуыз ретінде классификацияланады. Ақуыз молекуласы мыңдаған амин қышқылдары молекулаларынан тұралады. Сонда бұл жерден түсінетініміз оқушылар, егер пептидтік байланыстардың саны 100-ден аспаса, олар полипептидтер, ал 100-ден асатын болса, олар не? Ақуыздар деп атайды екен. Ары қарай пептидтік байланыстар мен пептидтік байланыс және полипептидтер және ақуыздар үзілуі дейді. Пептидтердің үзілуі. Қалай үзілетінін қараңыздар, қайтадан. Бұл үзілуі. Енді мына жерде жаңағы полипептидтер мен ақуыздардың қандай айырмашылығы бар? Осы жерде тұр, ақырын қарасаңыз. Пептидтік байланыстармен байланысқан 100-ден аз амин қышқылдарынан тұратын пептидтер деп аталады екен. Ақуыздар пептидтік байланыспен қосылған 100-ден асса амин қышқылдарынан құралған биологиялық маңызды молекуланы біз ақуыздар дейміз, немесе кей оқулықтарда нәруыздер дейміз. Бірінші жаттығуды орындап жүрейік. Қарайық енді жаттығуда аты бетін тексереміз қазір. Амин қышқылы дейді. Сіздер қараңыздар, бұл жерде қиындығы жоқ, барлығы амен қойып қойған. Онда біреуінің өзі біз амин қышқыл деп айтуға болады ғой, амин қышқыл деп. Ақуыз. Жаңа не деп айттық? 100-ден асып кететіндер. Мына ішінде қайсысы 100-ден асып кетейін деп тұр? Мынау деймін, мына түсінбедім. Осы болуы мүмкін. 100-ден асып кететіні. Трипептид дейді. Үшеу деген сөз ғой міне. Полипептид дейді. Мынау деп айтуға болады енді. И дипептид екеу. Минус деп жүрмін, дұрыс тексерейік. Дұрыс па қадеме? Яғни жауаптар тура екен, балалар. Келесі енді ақуыздардың құрылымы. Қарайық, біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік деп айтты. Енді сосын тыңдайық. Бірінші реттік құрылым ақуыз молекуласындағы амин қышқылдарының ретін сипаттайды. Келісілген ереже бойынша молекула солдан оңға қарай N соңындағы амин қышқылынан бастап С соңындағы амин қышқылына қарай жазылады.
Полипептидтік тізбектегі амин қышқылдары қалдықтарын әдетте жалпылай қабылданған үш әріпті қысқартылған түрде көрсетеді. Глюкагон қандағы глюкозаның деңгейін тұрақты етіп ұстап тұруға көмектесетін полипептидтік гормон. Бұл қосылыстың бірінші реттік құрылымы аталған полипептидтің 29 амин қышқылдарынан түзілгенін көрсетеді. Олар экранда көрсетілген ретпен орналасқан. N соңында орналасқан амин қышқылы гистидин, ал С соңында орналасқан амин қышқылы трианин. Молекуланың бүйір тізбектерінде қышқылдық және негіздік топтары бар амин қышқылдары қалдықтарының саны тең болғандықтан, бұл қосылыстың изоэлектрлік нүктесі шамамен 6-ға тең деп пайымдай аламыз. Екіншілік амин қышқылдары. Пептидтік байланыстағы азот атомындағы бөлінбеген электрон жұбы карбонил тобымен салыстырғанда ішінара делокализацияланған. Нәтижесінде көміртек азот байланысы қос байланыстың кейбір қасиеттеріне ие болады. Барлық байланыс бұрыштары шамамен 120 градусқа тең болады, және пептидтік байланыстың айналасындағы барлық 6 атом бір жазықтықта орналасады. Алайда альфа көміртек атомдарының sp3 гибридизациясы байланыстардың айналасында еркін айналуға мүмкіндік береді. Сол себепті полипептид молекуласын иілгіш тізбек түзетін альфа көміртек атомдары арқылы айналу нүктесінде жинақталған қатты жазық амид топтарының тізбегі түрінде елестете аламыз. Яғни полипептидті тізбек иілгіш және түрлі пішінге ие бола алады. Пептидтік байланыстар полипептидтік тізбекте қайталанады. Тізбектің иілгіштігі бір пептидтік байланыстың CO карбонил тобымен одан 4 амин қышқылдарының қалдықтарынан кейінгі өзге пептидтік байланыстың NH тобы арасында сутектік байланыс түзуге көмектеседі. Нәтижесінде полипептидтік молекула альфа-спираль деп аталатын жүйелі шиыршықты құрылымға жиналады. Альфа-спираль көптеген ақуыздарда кездесетін полипептидтік тізбектердің фолдингінің негізгі әдістерінің бірі болып табылады. Пептидтің екі амид тобы бір пептидтік байланыстың карбонилдік оттек атомы мен өзге пептидтік байланыстың азот атомымен байланысқан сутек атом арқылы сутектік байланыспен әрекеттесе алады. Осындай әрекеттесулердің нәтижесінде алынған құрылым екінші ретті құрылым деп аталады. Сутектік байланыстар бір-біріне параллель, бірақ қарама-қарсы бағытта ұзартылған пептидтік тізбектер арасында да түзілуі мүмкін. Жазық, бүктеліп жиырылған құрылымда пептидтік байланыстар бір жазықтықта, ал бүйір тізбектер сол жазықтықтың астында орналасады. Фолдингтің бұл түрі бета құрылым деп аталады. Амин қышқылдарының бүйір тізбектерінде орналасқан функционалдық топтар молекуланың басқа бөлігіндегі өзге топтармен әрекеттесе алады. Бұл әрекеттесулер полипептидтік тізбектің әрі қарай иілуіне және ақуыздың ақырғы пішінінің түзілуіне алып келеді. Мысалы, глутамин қышқылының иондалған карбоксил тобы лизиннің оң зарядталған аммоний катионымен әрекеттесіп, тұзды көпірше деп аталатын өзіндік иондық байланысты түзе алады. Цистеин молекуласының SH тобы өзге цистеин молекуласымен әрекеттесе алады. Нәтижесінде коваленттік дисульфидтік көпірше түзіледі. Бүйір тізбектеріндегі полюсті топтар сутектік байланыс арқылы әрекеттесе алады. Сондай-ақ жалпы алғанда гидрофилді болып келетін ақуыз молекулаларында полюссіз гидрофобты топтар да өзара біріге алады. Осы барлық әрекеттесулердің нәтижесі ақуыздың үш өлшемді пішінін береді. Ол ақуыздың үшінші реттік құрылымы деп аталады. Кейбір ақуыздар күрделірек құрылымдар түзеді. Олар өзге дара тізбекті ақуыздармен немесе тіпті қант, органикалық лигандты металл комплекстер сияқты ақуыз емес молекулалармен де байланыса алады. Мысалы, гемоглобин молекуласы 4 құрылымдық бірліктен тұрады. Әр бірлік мұқият құрылған полипептидтік тізбектен түзілген. Олардың фрагменттері альфа-спираль түрінде құрылған. Әрбір бірлікте орталық темір 3 ионмен байланысқан жалпақ гем молекуласы бар. Ол гемоглобинге қызыл түс береді.
Гемоглобин оттектің өкпеден қайтымды байланысуын және қан арқылы организмнің барлық ұлпаларына тасымалдануын қамтамасыз етеді. Жақсы балалар, не? Ақуыздардың 3-4 құрылымдары, мына жерде конспектте жазбасаңыздар болады. Полипептик молекуласындағы бүйір тізбегіндегі функционалдық топтардың өзара әрекеттесулері арқылы көлденең байланысып, ақуыздардың 3-лік құрылымын түзеді. Ақуыз молекуласында бір-бірімен және өзге молекуладан әрекеттесіп, одан да күрделі 4-лік құрылым түзеді дейді. Бұл 3-4-лік. 2-лік құрылымның конспектісін көрейік енді. 2-лік құрылым не? Ақуыз молекуласының нақты 3 өлшемді құрылым бар. Олар полипептидті тізбектің үзінділері арасында көптеген әрекеттесулер нәтижесінде түзіледі. Амид топтарының қатысуымен сутектік байланыс арқылы жүзеге түзілетін молекуланың кеңістікте орналасуын ақуызды 2-лік құрылым деп атайды екен. 1-лік құрылымды көрейік. Конспектісін. 1-лік құрылым.